Қара, ұқсастық дегеніміз не? Мысалы, мынау аққала болып тұрсын да, мынау оның фотоаппараты, фотографиясы болсын, жарай ма? Фотографиясы Аха. неге ұқсас, не үшін ұқсас болады? Қара, неге мынау мынаған ұқсас? Неге мына ақшақар дейміз ба, аққала дейміз ба? Аққала басқа бір суретке ұқсас емес. Мысалға, мынандай сурет емес ол. Мынандай сурет болып тұрған жоқ. Именно мынандай болып тұр. Өйткені мына жердегі шеңбер қанша есе кішірейсе, мына шеңбер мынадан сонша есе кішірейеді. Мына жер, мына шеңбер сонша есе кішірейеді. Мына шляпа сонша есе, мысалы, мынау екі есе кішкентай болатын болса, значит, мына шеңберде екі есе кішкентай, мына шеңберде екі есе кішкентай, мына шляпада екі есе кішкентай, мына қолдары да мынадан екі есе кішкентай, қолдың ұзындықтары. Мына сәбіздің ұзындығы да екі есе кішкентай. Еще бір қызық нәрсе айтайын. Мына екеуінің арасындағы бұрыш, мына қолындағы екі саусақтың арасындағы бұрыш. Мына екі саусақтың арасындағы бұрышқа тең екен, бірдей. Мысалы, мына сәбіздің мына жердегі бұрыш, мына жердегі бұрышқа бірдей болады екен. Ол екі есе кішкентай болмайды, ол бірдей болады. Өйткені мысалы қара, мына үйді алатын болсақ, үйді, енді дәл осы үйді кішкентай түрін алатын болсақ, егер де мынау бұрыштан мына бұрыш екі есе кішкентай болып қалса, онда ол үйіміз мынандай болып қалады. Мысалы, мынара 60 градус болса, мына жер 60 градус. Мынара 30 градус болып қалса, ол үшкір болып қалады, көрдің бе? Мынаған қарағанда. Сондықтан мына бұрыш 90 градус болса, мына бұрыш та 90 градус. Ал егер мына бұрыш қарағанда екі есе кішкентай болып қалса, онда үйіміз мынандай болып қалатын еді. Білмеймін, мынандай болып қалатын еді. Мына 45 градус болып қалатын еді. Мынау үйге ұқсамай қалады, мына үйге. Чтобы үйге ұқсау үшін, мына ұзындықтар, кесінділер қанша есе кішірейсе, мысалы, мынау 10 сантиметр болса, мынау 2 сантиметр болса, 5 есе кішірейді деген сөз. Значит, мынау 20 сантиметр болса, мынау 5 есе кішірейді, мынау 4 болып қалады. Түсініп отырсыңдар ма? Мысалы, мынаның ұзындығы 12 болса, 5-ке бөліп тастасақ, мынаның ұзындығы 2,4 болып қалады. 5 есе кішкентай. Ал бұрыштар сақталады. Сондықтан, қандай да бір үшбұрышты алатын болсақ, екі үшбұрышты алатын болсақ, мына екі үшбұрышты бір-біріне ұқсас деп атайды. Мынау ұқсас деген белгі. Ұқсас деген белгі. Мына екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас болу үшін бұрыштар тең болу керек екен. Мына бұрыш мына бұрышқа тең. Мына бұрыш мынаған тең. А қабырғасы, мынау Б қабырғасы, мынау С қабырғасы болса, мынау бір М, Н, К болса, А-ны М-ға бөліп тастаған кезде қандай сан шықса, Б-ны Н-ға бөліп тұрғанда сондай сан шығады екен. С-ны К-ға бөліп тастаған сондай шығады екен. Бір Т деген сан шығады екен. Мысалға бір есеп айтайық. Мынау и мынау. Мына жер мысалға 10, 12, мына жер 10, 12, мысалы мына жер 18 болса, екі есе кіші болса, мынара 10 болса, екі есе Т тең. Мысалға 2-ден 1 болса, значит, мынадан 5 болады, мынау 6 болады, мынау 9 болады. А мына бұрыштар сақталады. Сонымен, сонда 10-ды 5-ке бөліп тастасақ қандай сан шықса, 12-ні 6-ға бөлсек сондай сан шығады. 18-ді 9-ға бөлсек бәрінде 2 шығады. Значит, Т бізде 2 болады. Егер де керісінше 5-ті 10-ға бөлсек 2-ден 1 шығады. 6-ны 12-ге бөлсек және 9-ды 18-ге бөлсек бәрінен де 2-ден 1 шығады. Т бұнда
екіден бір болып тұр. Разница жоқ. Бірдей сандар шығып тұру керек. Енді қай бұрыштар? Мына бұрыш альфа десек, мынау да альфа болса. Мынау бетта болса, мынау бетта. Мынау гамма болса, мынау гамма. Альфа мен беттаның ортасында 10 жатыр. Мынарда альфа мен беттаның ортасында 5 жатыр. Екі тең бұрыштың арасындағылары ғана пропорция болады. Мысалы, мынандай үшбұрыш ала салайық та, и мынандай үшбұрыш ала салайық. Бәрібір. Мынаны А, Б, С, мынаны П, F, H дей салайын да. Мына бұрышты альфа дейін, мынаны альфа дейін. Мынау бетта болсын, мынау бетта болсын. Білмеймін, әйтеуір өтірік. Мынау гамма болса, мынау гамма болсын дейік. Енді мына екеуі бір-біріне ұқсас болса, онда АБ-ны АБ альфа мен беттаның ортасында жатыр. Значит, мынарда альфа мен беттаның ортасындағысын іздейміз. Ол PF. Ой, PF. BC ол бетта мен гамманың ортасында жатыр. Бұл жерде беттаның гамманың ортасында PH жатыр. AC ол альфа мен гамманың ортасында жатыр. Значит, мынарда альфа мен гамманың ортасында FH жатыр. Осының барлығы бір қандай да бір т мәселесі емес, лямбда деген әйтеуір бір санға тең болса, лямбда деген лямбда деп жазылады да. Осындай әріп, осындай бір санға тең болу керек. Значит, на А бұрышы F бұрышына, Б бұрышы П бұрышына, С бұрышы H бұрышына тең болу керек. Екі үшбұрыш ұқсас болу үшін, олардың бірінші, мысалы мынау А, Б, С болсын, мынау К, F, N болсын, мынау альфа бұрыш, бета бұрыш, гамма бұрыш, мынау омега бұрыш болсын, мынау фи бұрышы болсын, мынау пси бұрышы болсын. Әртүрлі. Значит, бірінші белгісі былай екен. Егер де альфа тең омегаға, бета тең фиға болса, значит, екі бұрышы тең болса, үшінші бұрышы и так та тең болады, потому что үшеуінің қосындысы 180 градус. Екіншісі, А-ны К-ға бөлгенде, Б-ны F-ға бөлгенде бірдей сан шығу керек. Қандай да бір сан, бір лямбда деген сан шығу керек. Және осы екі қабырғаның арасындағы бұрыштары тең болу керек. Бетта мен фи тең болу керек. А мен бұның ортасында бетта жатыр, К мен F-тің ортасында мынау жатыр. Сол кезде. И үшіншісі, А-ны К-ға бөлген кезде, Б-ны F-ға бөлгенде, С-ны N-ға бөлгенде, үшеуі де бір лямбда деген санға тең болса, онда осы үшеуінен бізде негізі А бөлінген К, Б бөлінген F, С бөлінген N, альфа тең омегаға, бета тең фиға и гамма тең псиға. Егер де мына біріншісі орындалса, онда мынаның барлығы орындалады. Екіншісі орындалса, онда мынаның барлығы орындалады. Үшіншісі орындалса, үш қабырғасы да пропорционал болса, онда үш бұрышы и так та тең бола салады. Екі бұрышы тең болса, онда қалған қабырғалар пропорционал бола салады. Егер де екі қабырғасы мен оның арасындағы бұрыш тең болса, онда олардың барлығы пропорционал, барлық бұрыштары тең болады. Мысал саған басында айтып тұр. АБЦ үшбұрышы мен мына үшбұрыштар уже ұқсас деп айтып тұр. X, Y, Z тап дейді. Ұқсас деп айтып тұрса, сразу бүйтіп жазамыз. АБ-ны А1, Б1-ге бөлгенде,
b-сыны b1 c1ге бөлгенде, a-сыны a1 c1ге бөлгенде бір сан шығады деп тұр. Мынарда айтып тұр, екеуінің бөлінісі 3-ке тең деп айтып тұр уже. Енді қара, a1 b1-дің орнына, мынаның орнына. Қазір мен 5-ті қоям. ab бөлінген 5 тең, мына 3-ті жаза салам. Значит, ab тең 15. Значит, мынау x 15-ке тең. Енді a1 c1-дің орнына 6-ны қоям. Сонда ac бөлінген a1 c1 6 тең 3. ac тең 18. Значит, мынау ac. Мынара 18-ге тең. Потом келесісінде, мына жерде b1 c1 4-ке тең дейді. Мынаның орнына 4-ті қоям. bc бөлінген 4 тең 3. bc тең 12. Значит, 12-ке тең. Өзің байқағандай 15-ті 5-ке бөлсең 3 шығады. 12-ні 4-ке бөлсең 3 шығады. 18-ді 6-ға бөлсең 3 шығады. Екінші есепте қарайық. Мынау, мына бұрышқа тең деп айтып тұр. Мынау, мынаған тең деп айтып тұр. Мынау, мынаған тең деп айтып тұр. Енді қара, 4-ті y-ке бөлейік. X-ті 3-ке бөлейік. 8-ді 4-ке бөлейік. Сол кезде, мынау белгісіз, мынау белгісіз. Біз мына екеуін ғана ала салайық та, пропорция жасайық. 4x тең 24, x тең 6. Значит, мынау 6-ға тең. Енді мынаумен мынаны алайық бірге. 4 бөлінген y тең 8 бөлінген 4. 8y тең пропорция жасақ 16. Y тең 2. Значит, мынау 2-ке тең. Енді өзің қарасаң, 4-ті 2-ке бөліп сақ 2 шығады. 6-ны 3-ке бөлсек 2 шығады. 8-ді 4-ке бөлсек 2 шығады. Түсінікті ма? Енді мында келсек, қара. 12-ні 8-ге бөлсек, x-ті 7-ге бөлсек, y-ті 5-ке бөлсек дейді. Біз мына екеуін аламыз. X тапсақ 8x тең 12 көбейтілген 7. X тең 12 көбейтілген 7-ні 8-ге бөліп тастайық. Екеуі де 4-ке қысқарады. 2 қалады. Мына жерде 3 қалады. 21 бөлінген 2 тең 10,5. Значит, x-іміз 10,5-ке тең. Потом мынаумен мынаны алайық. 12 бөлінген 8 тең y бөлінген 5. 8y тең, мына екеуін көбейтсек 60 болады. Y тең бөлсек 7,5 шығады. Бөлсек. Значит, y-іміз 7,5-ке тең. 12-ні 8-ге бөлсек 1,5. Оннан мынаған бөлсек 1,5, мынаған бөлсек 1,5 шығып тұр. Келесісін айтсақ. Мынаның периметрі дейді. Мынаның үлкеннің периметрі 54-ке тең дейді. Мынаның периметрін табайық. Периметр A, B, C бізде үшеуін қоссақ 27 шығады екен. Сонда периметр A, B, C-ны периметр A1, B1, C1-ге бөлсек 54-ті 27-ге бөлген сияқты боламыз. Сол кезде 2 шығады. Значит, мынау 2 есе үлкен екен. Значит, мынау 18 болады. Мынау 20 болады. Мынау 16 болады. Үшеуін қоссақ 54 шығады.